Қайырлы күн, достар. Мен Қарағанды қаласының технология және сервис колледж кітапханашысы Күлтай Шамелқызы сіздерге колледждегі ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған желілік акция туралы хабарлай отырып, барша оқырмандарымызды атсалысуға шақырамын. Ол үшін kktiz.kz сайтындағы модуль платформасындағы кітапхана бөліміне құпия сөз бен пароль теру арқылы страница мен блогты баса отырып өтесіз. Акцияның мақсаты Ұлы Отан соғысы және оның зардаптары жете түсіндіру. Ұлы жеңіс туралы мағлұмат беру, кітап оқуға баулу. Отан үшін жан қиған аталар мен апалардың, соғыстан оралған, қазіргі кезде арамызда жүрген ардагерлеріміздің ерлігін үлгі ете отырып, оларды құрметтеуге тәрбиелеу. Өткізілетін акцияға қатысар алдында ережемен таныс болыңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл акция 4 бөлімнен тұрады. Ережеде әр бөлімнің шарттары көрсетілген. Мен кітапханашы ретінде акция барысында оқу орнымыздағы оқырмандарымыздың соғыс туралы кітап оқимыз айдарымен онлайн жүйеде ой талқыға шақырған едім. Мұнда өздеріне ұнаған соғыс туралы шығарманы немесе сол кітаптың кейіпкері туралы баяндайды. Әлеуметтік парақшамызға пікір білдіріп, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Әр оқырмандарымызбен сайт парақшасында жүздесеміз деп үміттенемін. Ұлы Отан соғысындағы қанды қырғынға қатысып, ерлікпен көзге түскен қазақтың ақын жазушылары аз емес. Қаламын қаруға айырбастап, майданның алдыңғы шебінен туған жазушы қауымның сол кездегі қаламынан туған шығармаларды оқу мақсатында кітап.kz және әдебиет порталында электронды кітаптарды оқуларыңызға болады. Ата-әжелеріміздің ерлігімен келген бұл соғыс ұрпақ есінде мәңгі сақталады. Өткізіліп отырған желілік акциямызда осы жеңістің келбетін насихаттауға арналған. Акцияның ешкімде ешқашанда ұмытылмайды бөлімінде осы соғысқа қатысқан туған туыстар жайлы естеліктерді енгізуге болатынын айтқан едік. Сол мақсатта мен де өз үлесімді қоспақ ниетте өз атам Тілеген Кәкім атаның мына Қарағанды облысы бойынша Бозақтар атты кітапқа енгенін айта отырып, ол кісінің Орел Курск қан майданында 1943 жылы ерлікпен қаза тауып, сол қаладағы Новосил ауданының Тростниково деревнясында жерленгенін жазылған. Осы кітап арқылы жерлес қарағандылық жауынгерлер туралы оқи аласыздар. Бізге бейбіт күнді сыйлаған майдангер ата-апаларымызды ешқашан ұмытпаймыз және құрметпен бас иеміз. Және акциямыздың соғыс жайлы кітап оқимыз бөліміне жүктелген сілтемелер арқылы берілген электронды кітаптарды оқуға шақырамын. Мен Тәжікенов Асқат Мұратұлы, Қарағанды технология және сервис колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысымын. Қазіргі таңда жазушы Әди Шәріпованың Партизан қызы кітабын оқудамын. Кітап оқуды сіздерге кеңес беремін. Мен Утарбаева Мираш Ильясқызы Қарағанды технология және сервис колледжінде әдіскер болып жұмыс жасаймын. Қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі тақырыпта акциялар жүріп жатыр. Сондай акциялардың бірі Ұлы Отан соғысының 75 жылдық мерейтойы қарсаңында оқимыз, ұмытпаймыз, мақтанамыз атты желілік акция. Бұл акция бірнеше бөлімдерден тұрады. Сол бөлімдерінің бірі соғыс жайлы кітаптар оқимыз деп аталады. Құрметті оқырмандар,
Мен сіздерге Ұлы Отан соғысы жайлы жазылған ақын жазушыларымыздың мынадай тамаша туындыларын ұсынар едім. Бауыржан атамыздың қанмен жазылған кітап, Төлеген Тоқтаров, жауынгердің тұлғасы, Әди Шәріпованың партизан қыз, ал Қасым Қайсеновтың жау тылында атты шығармалары. Күнделікті өмірден мида жиналып қалатын лас ойларды тек кітап оқу ғана ығыстырып тазалай бастайды екен, дейді ғұламалар. Демек, тазарған миға тамаша ойлар, тың идеялар тек содан соң ғана келе бастайды екен. Құрметті оқырмандар, оқимыз, ұмытпаймыз, мақтанамыз атты желілік акцияға белсене қатысуларыңызды ұсынамын. Демек, желілік акцияны соғыс жайлы кітап оқимыз бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мен Жұмасаева Раушан Камалхановна, Қарағанды технология және сервис колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Қазіргі таңда Совет одағы батыры Нағи Ілиясовтың «Жауынгер жолы» атты кітабын оқудамын. Сіздерге де оқуды кеңес беремін. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшан басып, ардагерлер азайып барасындар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде сан жарық сапарларын. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарларын. Ерлік сүйген еліне салтын ұғар, өздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгін ұрпақ өздерін арқылы ұғар. Жасқанбаған жауыннан жарақты ел, ерлігінді аңыз қып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейін ұрпақ жүздеріне сендердің қарап білер. Дархан мінез, дария ой, дарашындар, жарқын жүзді жүрек ақ жанасылдар. Арамызда жүретін алшан басып, майдангерлер азайып барасыздар. Ұлы Отан соғысы жайлы өлең, мағлұматтар оқуға сіздерге кеңес беремін.